жобалық сметалық құжаттаманы ішіне қоссақ, онда біздің жобалық сметалық құжаттамамыз тағы созылып кетеді. Сондықтан мен өткенде Нұрлан Саматұлына айтқан, мен ол жерге сол банағы айтып отырған 6 километрға мен бөлек өзім ауданнан жасайын желіп. Сметсін бастайын, несін айтайын, аналардан тех условия алайын. 2 линия жатыр, темір жол мен КТК. Кім Нұрберген Мұратұлы, мен өткенде Наурызбек Ғабиденұлына айттым, ол госакт жасауға я болмаса сұраныс сенен түссін, я болмаса кімнен түссін. Нарын округінен. Госактан бастаймыз, ең исходный документ солай ғой. Тіке салып тастаймыз, содан кейін госактыдан кейін барып, банаға тех обследование ма, ең алғашқы документ қалай енді айтарсыздар маған. Содан жайлап бастаймыз, ең басты екі жерден пересеченияға рұқсат берсе болды ғой бізге. Сондықтан бана қыз туған каналына Нарын каналы жақсы ремонтталып, су көлемі барса, ар жағында 6 километрге барады деп есептеймін. Сондықтан сол хатты менің атыма міндетті түрде түсіріңдер. Түсіндір ғой. Қазір мен айтып тастайын, жауап беріп тастайын. Сондықтан енді оны өткенде келісілгендей жайлап жүзеге асыра береміз. Енді жобаларға корректировка жасау, Нұрлан Саматұлы өзіңіз білесіздер, қандай да бір ғимаратқа жасалған жобалық сметалық құжаттаманың уақыты келмей корректировка жасай алмаймыз біздер. Бағасы неғұрлым төмен болса, сапасы салынады деп отырсыз ғой, дұрыс. Бірақ біздер осы Жанбай ауылындағы дене шынықтыру кешенінде дәл сонда екі дене шынықтыру кешенін Исатай мен Хамит Ерғалиев ауылында саламыз деген мақсатта тендер жарияладық. 2-2-ден тендер өтті, ешкім түспеді. Банаға құрылыс материалдарын қымбатсып кетуіне байланысты. Сол екі жобаға біздер корректировка жасағымыз келіп отыр. Сәуір айда 3 жылдық мерзімі бітеді. Корректировка жасаймыз. Көтерілген қандай баға шығады, солай мемлекеттік сараптамадан өткізіп шығамыз. Ал енді мемлекеттік сатып алу өткізгеннен кейін, сол әлеуметтік нысанды болсын, инженерлік инфрақұрылымды болсын, салам деп отқан мердігер мекеме бізге жақсы, сапалы күйінде жасаса, әрине жақсы. Ол біз үшін жақсы, сіздер үшін жақсы. Мысалға айтарлық, осы мәдениет үйі салынды. Қазір мына отырған отырғыштарымыз жасыратын ештемесі жоқ. Бұл жерге талап қойылғанда осындай 200 орындық деп салынады. Бірақ орындықтың да түрі бар, дұрыс па? 10 мың теңгеден басталады да, орындық 100 мың теңгеге дейін барады ғой. Әрине табыстау үшін ол мердігер мекеме арзаннан алып келеді бізге. Ал тех спецификация бойынша, смета бойынша талабында орындық деп тұрады. Размер болатын борыш, сол размермен алып келеді. Бір жаман жері сол. Енді дұрысын, жақсысын біздерге мына жерге кожаныйын, кәдімгідей банағы дұрысын әкеліп жатса, біз оның қолын қақпаймыз ғой. Ол мен үшін де жақсы, дұрыс салынған. Бірақ өкінішке орай мердігер мекемелер құрылыс нысанын салғанда көбірек деп ақша тапқысы келе ме? Енді ол любой адамның, мекеменің психологиясы ғой. Арзанмен алып келеді. Енді оған тех спецификацияға сай келмесе қайтара аламыз да, ал общий параметр келіп тұрса, амал жоқ, біздер қабылдаймыз. Сондықтан технадзор болады, объектіде барынша бақылау жұмысын жүргіземіз. Дұрыс, сапалы салуды мен қай кезде де талап етем. Енді аудандық мәслихат депутаты ретінде өздеріңізде де қадағалау жұмыстарын жүргізіп бізге көмектессеңіздер жақсы болар. Біздер банағыдай дұрыс салынуын әрдайым да тілеп жүріп қой. Оны жасыратын ештемесі жоқ. Кейде жұмыстың сыртынан басқа да жұмыстарды жасап беруді сұрап алып жатамыз. Бұл жерде мердігер мекемеге байланысты. Кейде болады, жақсы мердігер мекеме болсын деп жақсы етіп жарқыратып салып береді. Қымбат материалдан алады. Бірақ өкінішке орай көбіне олай емес. Арзанға шабады, арзанмен жасап кетеді. Қадағалаймыз, жұмысымызды жүргіземіз сандарды. Көбіне тапсырыс берушіні, не болмаса мердігерді кінәлап жатамыз. Негізі кез келген нәрсенің себебі мен салдарына білуіміз керек та. Бұл біздің Қазақстан бойынша құрылыс сапасының өте төмен деңгейде болуының бірақ қана себебі бар. Біріншіден, мынау проектный сметный документация дейміз ғой, жобалау сметалық құжаттамасы бәрі біздерде өтірік дайындалады. Типовой проект бәрі. Мысалға, привязка жасай береді. Привязка жасай береді. Әрбір жердің ерекшеліктері, оның геологиялық бақылау талдаулары, зерттеулері. Өзіңіз білесіз, Тұщықұдықта былтыр фоктың құрылысы тұрып қалды. Жер асты су. Ол алыпта банағы геологиясын дұрыс нетпегеннен Чапаевтың жерін білесіз, ана зданияны көтере алмайтын болды.
проекттегі қателік. Не болмаса проекттің жүріп келе жатсаңыз, тіпті атқарылуға тиіс жұмыстардың көбі қамтамасыз етілмеген адам ішінде. Подрядчик қайдан үнемдейді? Ол жұмыс жасау керек. Сондықтан ол амал жоқ. Бағанағы сіздің скамейкіңізден басқадан үнемдейді. Сондықтан құрылыстың сапасы болмайды. Сондықтан бір ғана бұны шешетін жол, бағанағы кез келген тапсырыс беруші, құрылыс сметалық құжаттаманы жасаған кезде специалистер бар, біздің ауданның жігіттері жаман емес. Өте ұят болса екен дейміз біздер. Біздерде қалай, мен өзім білем ғой, проектный организациялар жылдың аяғында келеді, заказчиктер олардан бір-ақ қана сұрақ қояды. Оның ішіндегі сапасын несін сұрамайды, экспертизаң шықты ма дейді. Шықты дейді, экспертизасын шықса болды, бітті мә ақшаны. Әңгіме ақшаны игеру бұл жерде. Атырау облысы бойынша, енді өтірік айтсам күнәлі болармын, 50% проектный сметный документация күні бөлігін экспертизадан өтіп тұрған, пайдаға жарамсыз. Жақсы, түсінікті, рахмет. Оны да ескеріп жасаймыз. Тағы осы жерде кім сұрақ қоямын деген маңда? Менде сұрақ жоқ, мен қазір екі қауыздағы айтам өзім. Жаңағы су жөнінде пікірімді айтып кетейін деп еді. Мен бір 2 жылда мына Дидарда су жібердім Жанбайға. Жаңағы Ақбаста Қызылорда Манашта су мындан полный болды. Мені сушардың бастығы Бейбіт дейтін Махамбетте мойындады. Таза шақырып, мен бір су жеткізіп мотор қойдым мына Жанбайға, анаған құламай тұр Ақбасқа деп. Сосын мен айттым, ол жағында жаңағы сіз айтып отқан тұрмамен жібергенде ана газ нефті проводтың біреуінде қалдырған проектте, біреу қалдырмай кетті, су өтетін қотты. Ар жағында теміржолда бар су өтетін. Сіз қарай теміржолдан ар жағына өтсем деп тұрсыз ғой. Иә. Сонда ана біреуіне қалдырған, біреу қалдырмай кетті, жоқ. Жоқ, теміржол ол қай тұста соны? Жоқ, теміржолдың бер жағында екі тұрба, біреу су тұрбамен, біреу мұнайдың тұрбасы. Сариядан өтетін. Жоқ, КТК-ның линиясы теміржолдың ар жағында ғой. Жоқ, бер жағында екеу бар. Біреу су, біреу мұнай. Екі тұрба. Ар жағында ол газ ғой. Ар жағында газ. Сонда бізде ана жерде даже 4 линия ма? 3 линия ғой. Бір су, бір мұнай, бір газ ғой. Теміржолмен 4-еу ғой. Теміржолмен 4-еу, теміржолда бар. Сүліс. Ол қай тұсында сіз білесіз бе? Білем, ерегі жоқ қой, мына Ақбастың тұсы ғой. Милермайдың тұсы. Салия. Біздің кешегі тұйықтап тастаған жерден тұстан тіке шыққанда сол жер бола ма? Біз ана жасағанда тұйықталып қалған жерден сағымыз келіп тұр тіке. Жоқ, ол жерде ана тұрбадан өтсен мәсіз ғой. Ол астымен өткізу керек ішіне кімнемен. Мына ағамыз біліп отыр, кім Нұрберген. Ертең ана госактың неткенде екі тұрғаның біреуінде қалдырған проектімен су жүретін қотты. Біреуі қалдырмаған. Біз госакты сығанда сол жермен алып кетейік деген ғой. Тағы бір сөзім бар, сіз миллиардқа канал қазам дегенде, ертең 20 күннен шығыста жел соғатта көміп тастайды. Оның үшін пластик турбамен жазсаңыз, жоқ, пластик турба ол жүзеге аспайды. Аспай ма? Жоқ, ол міне жүзеге аспайды, ол мүмкін емес нәрсе. Ол мына тек қана тұрған каналды жөндеп шығудың үшін 1 миллиард 200-ге жобалап тұр. Предварительный суммасы мен білмеймін, ертең мемлекеттік сараптамадан қандай қорытынды шығатын. Пластик турбаға ауыстыратын болса, ол онда бәленбай миллиардқа кетеді. Онда олай болмайды, біз суды неден астына тыртсауға. Бірнағы жылы Ақбас каналдан 60 метр мен қаздырттым жаңағы су шаруашылығынан Махамбеттен келіп. 21 жылы қазғанда былтыр 4 километр қазды. Топырақ көміп тастап тұр. Топырақ көміп тастайды, иә. Табиғи құбылыс, оған не істейміз? Амал жоқ. Күтіп ұстайтын мекеме аршиды, басқа жол жоқ оның. Табиғи құбылыс, топырақты қалай тоқтатамыз? Тоқтата алмаймыз. Аршимыз. Тұрбаның арзанда тұры жоқ екен ба? Жоқ. Алем сол емейді. Басқа жоқ. Қайрат ағамызға бере қойшы микрофонды. Ассалаумағалейкум, Жанбай тұрғындары, ағайындар, туысқандар. Ал Исатай ауданының әкімі, Жанбайдың әкімшіліктері, осындай есеп беру жиналысы болып жатыр. Бірінші халқым айтатын. Мен өсігінде қазақ халқы бір-бірін көре алмайды. Өсігінде мен тікейде айтам, бетіне де айтам. Мен әкімді де, мысалы, айтпайын деп жатқан ғой. Әкімді де, осындағы мекеме басшыларында мен
тікелей бетіне де айтамын, бірақ нақты айтатын жайым бар. Бірақ сендер әкімге, бастыққа, басшыларға жаңағы жағымпаздан деген сөз болмасын деп тұрмын. Беттеріңізді айтып қойын. Енді құрметті барша қазақ елі, Қазақстан тұрғындары, енді осы мына Дидар Есмұқан әкіміміз жас жігіт, жастар болашағы жас жігіт есебін беріп жатыр. Есебіне ризамыз. Бұл шамасы келгенше, жағдайы тартқанша үкіметтің әр жағындағы ол үкімет болғанда енді аудан әкіміне ол халықтың мұң-мұқтажын естіп жатыр, тыңдап жатыр, барынша жасап жатыр. Соның бес саусақ бірдей емес, біреумізге жағамыз, біреумізге жақпаймыз. Бірақ Жанбайдың жағдайы шүкір, жаман емес, жақсы. Бұл кісі енді мүгедек, өзім танысып өтейін, Нұрмұхан Қайрат, бірінші топ мүгедегі көзден. Бұл да көмектесіп, мына мүгедектерге де көмектесіп, жақсы жағдай жасап жатыр. Енді мен болған бір сұрақ қойайын деп отқан жоқпын, мына халықтың көзінше ризашылығымды білдірейін деп отырмын. Өткенде мәслихат депутаттарының кездесу болды, жақсы мәселелер қаралды. Мына мүгедектердің жағдайын түсініп, осындай көмектерін беріп жатыр. Ол берген адам өсімді қазақ халқы тек соткөден көріп аламыз, әлем түгендейміз. Заңына қарап, заңына қазір соткөде бәрі бар. Қайын мәселенің заңы әртүрлі. Денсаулық заңы бір бөлек, әкімшілік құқық бөлек, мына денсаулықтар заңы бір бөлек, әрбір неде заңдар бөлек. Қазіргі жастарға айтатын заңның соның ішін бәрін қарап отырсаңыздар, өздеріңізге керекті нәрселерді алып табуға болады. Мен көзім көрмесе де осы соткамен қаратып, жаңа нетіп қарап отырамын. Енді өткенде мүгедектердің жиналысы болды аудан орталығында. Толыбек мырза, сізге рахмет. Осы мүгедектерді осы әкім, осы Исатай ауданы құрылғалы, енді білмеймін, мен өзім 2017-те мүгедек болып қалдым. Содан бері мүгедектермен бір аудан әкімі кездесіп көрген жоқ еді. Сізге Алла риза болсын, 4 сағат, 5 сағаттың үстінде, 20-ның үстінде 30 шақты мүгедектер болды. Соның әрбір кісінің мұқтажын түсініп, жағдайын түсіндіріп, керекті нақты сұрақтарыңызға жауап беріп жатқаныңызға ризамыз. Осы мүгедектер ризашылығын білдіріп жатыр сізге. Және де өз атымнан. Енді мына мәслихат депутаттары өткенде жиналыстар болды. Әркім өз жолын білген жақсы. Мына халықтың көбі, мысалы, санасы, енді халыққа көбіне кейбірінде санасы бар, кейбірінде санасы жоқ деймін ғой енді. Мысалы, қазіргі жастар жұмыссыздарға тіркелдейміз, әкімдер осы сіздер айтасыздар. Мен де өзім айтып жүрмін, сіздер жұмыссыз ба, жұмыссыздар трудоустройствоға тіркеліңіздер деп айтамын, өзімнің немін. Ол мына жұмыс жоқ деп зарлаймыз, ол олай емес. Біреулер қорқады, жаңағы жұмыстыққа тіркеліп қойсақ, күнде мұсыр тазалаймыз, арланады. Ол арланбау керек. Оған сені сразу мұсыр тазалауға да ештеңеге де апармайды. Ол ретімен кісінің шектік несімен сол жұмыстыққа тіркеп, жұмысқа қабылданады, ақыл қоғамға алады. Бірақ та жұмыстықтың санын көбейтіп тұрсаңыздар, бұл кісілерге жұмыс жасауға да, есеп беруге де, Исатай ауданында қандай жұмысшы жастар жоқ екенін бұлар дұрыс ақпарат беріп, сол арқасында бұлар сіздерді жұмыспен қамтамасыз ете алады. Ол бірінші не. Сол енді осы мүгедектерді халық айтатын, мен жақсы жағдай жасап жатыр. Толыбек мырза әрдайым былай қарағанда қазіргі денсаулығы бар адаммен қазір 3 сағаттай болған бар. Соның өзінде де неңізді айтып жатсыз, мәселеңізді түсінікті нақтылап жауап беріп жатсыз. Соның үстінде 5 сағат мүгедектердің ішінде отырып жиналыс өткізудің өзі мұндай өмірде кездеспеген сияқты, мен өзім бойымша 17 жылдан бері. Соған сізге Алла риза болсын, тек бала-шағаңыздың қызығын көріңіз, жұмыста табысты болыңыз. Сосын мына Нұрлан бауырым, мен бауырым, осы елдің баласы, осындай сіз осы Нұрлан бастаған депутат, мәслихат депутаттар, керемет жақсы жастар бар, алға қарай ұмтылам деген, осындай адамдарды өзіміз біліп, нақты сөзін жауапты алып, жауапты сөзге түсіндіріп, нақты сөзбен айтқан, осындай адамдар біздерге керек. Сол үшін мен сіздің жауап сұрақтарыңызға мен өзім ризамын. Нақтылап, нақтысына жауап беріп, болатын болады деп, болмайтын болмайды деп айтып жатырсыз. Енді мына мүгедектерге бұрын ИНВ такси ай кешіктіріп, 3 ай кешіктіріп болатын еді. Аудан орталығында ИНВ такси шықты, бір газель, мына Аслан бұрын енді 2 айлап, 3 айлап, 4 айлап жүретін еді, әне болады, міне болады деп. Енді
бұл мүгедектер дейтін негізі шет жақта қалып қойған нәрсе, ол халықтың ортасына көп қосыла алмай қалған. Қазір енді мына Тоқаевтың айтып жатқан несіне мүгедектердің көтеріп ортаға белсене араластыруға нетіп жатыр деп, соған сол мәселелерді сіздер орындап жатсыздар деп есептеймін. Иә, мүгедек дейтін ол адамның өзінің алаң берген сынағы, оғанда біздер жас болдық, түсінбедік. Қазір адам көп түсінбейді. Сау адам ол мүгедек жанын бағып отқан бала шағасын, мүгедек балалардың бағып отқан жанын олар түсінбейді. Сондықтан осындай шараларға біздерді қатыстырып, осындай айтып, шақырып, осындай жиналыс ұйымдастырып жатқанға мыңда бір рахмет. Осы мемлекет аудан орталығының басшыларына, село әкімінің рахметін айтқым келіп отыр енді. Рахмет. Қайрат мырза, сізге де көп рахмет. Біздерге қолдау білдіріп жатсыз. Мүмкіндігі шектеулі жандарға демеу беріп, оларға қолдау көрсету біздің міндетіміз деп есептеймін. Ешкімде ешқандай кепілдік жоқ. Сондықтан өмірдің тағдырымен солай болып қалғасын, біздер қолымыздан келгенше көмек беруіміз қажет. Рахмет көп. Осы 2 апта турысында мен мүмкіндігі шектеулі жандармен кездескем аудан әкімдігі ғимаратында. Сонда біраз мәселелер көтерілді. Жылда инватаксидің қызметі созылып барып, сәуір айларында іске қосылады екен. Сол январь, февраль, март айларында қызмет ала алмаймыз деді. Мен сол жерде жиынның үстінде аудандық жұмыспен қамту бөлім басшысы Аслан Мұратұлымен келісіп, созып алып, үйтіп, оларды әулен сәуренге салмайды деп айтып, біз инватаксидің жұмысын 1 ақпаннан бастап іске қосып жібердік. Солай ғой? Мемлекеттік сатып алу өткізгенде көптеген процедура бар, бірақ бір заңның нелерін тауып, сөйтіп қазір бізде 2 бағытта қызмет көрсетуде. Аман жүріңіз, деніңіз сау болсын, бойыңызға күш қуат берсін. Рахмет. Тағы да сұрақ қоюшылар бола ма екен? Дидар Жалғасбайұлы, сіз жиналыстың қорытындысы бойынша айтатын мәселеңіз болса айтып жіберіңіз, содан кейін мен 1-2 сөз айтып жіберейін. Жақсы, рахмет. Мына Инстаграм мен Фейсбуктан келіп жатқан сұрақтар бар екен, соларға. Құрметті жиын қатысушылар, айтып жіберейін, біздің қазіргі осы кездесуіміз әлеуметтік желі арқылы тікелей өтіп жатыр. Яғни Facebook желісінде тікелей біздерді көріп жатыр, және Instagram желісінде көріп жатыр. Олардың да желі арқылы сұрақ қоюға мүмкіндіктері бар, бірақ қойылып отырған сұрақтың басым көпшілігі мына жерде жауап берілген сұрақтар, канал мәселесі, басқа да мәселелер. Тағы бір өзгеше сұрақ түскен екен, соған жауап беруге рұқсат берсеңіздер. Бір сұрақ бар екен. Алмас деген кісінің сұрағы бар екен. Балық жайлы сұрақ бар. Сеткамен және пинтермен деп аулау биыл қалай болады дейді. Пинтер деген сетка болар биылға. Бұл сұрақ әзір шешім тапқан жоқ. Негізгі кейінгі қалдырамыз деген сөз бар. Ертең алдағы уақытта облыстық ауыл шаруашылығы басқармасымен сөйлесіп, нақты жауабын осы мына Алмас деген Инстаграмға жазған екен, сол жерге мен жауап берерім. Сосын енді Facebook жүйесінде де қарап айтайын. Бұл жерде енді көп адам осы жердегі қойылған сұрақ. Бұл жерде енді Жансұлу Садуқас деген кісінің өздерінің әңгімесі бар, бір-бірімен әңгіме айтқан. Ол енді қатысы жоқ, бұл жерге интернет қатып жатыр деді. Енді аты белгісіз бір адам жазған екен. Менің балам Атырау педагогика институтының естественный химия лаборатория мамандығы бойынша бітіріп еді, жұмыстыққа тіркелген болатын, алайда күні бүгін жұмыссыз дейді. Енді жұмыстыққа тіркелгенде бірақ аты жөні мына жерде белгісіз болып тұр. Енді ол аты жөнінің белгілі болатын болса, анықтап, енді алдағы уақытта манағы боксты манағы потенциалға кіруді айтып отқандар, алдағы уақытта осы жұмысқа тіркеліп тұратын болса, бокстерден жұмысқа ұсыныс түсіп жатқанда мамандығына сәйкес жіберілетін болады. Енді бұл жерде де енді дәл осы кісіні алады деген ешкім уәде бермейді. Ол жердегі кезек бойынша ол кісінің алдында да сондай мамандықты адамда тұратын болса, оның үшін 12 жылдан 13 жылдан бастап кезектері бар. Соның алдындағы кезек бойынша жіберілетін болады. Резюме тапсырдым дейді. Енді басқа енді сұрақтар жоқ екен. Рахмет. Ал енді жиналыста қорытындылау деген ұсыныс бар. Қарсы болмасаңыз күн тәртібіндегі мәселе бойынша төмендегі қаулы жобасын қабылдайық. Жамбай ауылдық округі әкімінің 2021 жыл қорытындысы бойынша қалғалында есебі мақұлдансын. Жиында айтылған ұсыныс пікірлердің іс-шара жоспары жасақталып, орындалуын ұйымдастыру және бақылау
ауылдық округ әкімі аппараты тапсырылсын, қаулы жобасы негізге алсын деген ұсыныс бар. Қарсы ешкім болмаса, басқа сөз болмаса, қаулы қабылданды. Анда бақша құрметті жиналысқа қатысушылар, осымен жиналысымыз жабық деп жариялаймыз. Қазір бір-екі ауыз сөз. Құрметті жиынға қатысушылар, өзімнің атынан шынайы уақыт тауып бөліп осы округ әкімінің есеп беру жиынына келгендер үшін шынайы алғысымды, рахметімді айтам. Қазіргі елдегі болған жағдайды және ауылға қажетті мәселелерді көтеріп айтып жатсыз. Көп-көп рахмет. Біздер банаға түскен ұсыныс пікірлерді шешуді қажет ететін, уақытты қажет ететін мәселелерді іс-шаралар жоспарына енгізіп, біртіндеп жоспарымызға енгізіп шешуге жұмыстанатын боламыз. Көп-көп рахмет. Тағы да сіздердің дендеріңізге саулық, жанұяларыңызға амандық тілеймін, және осы келген жылымыз сіздердің жанұяларыңызға жақсылық көп әкелетін жыл болсын, армандарыңыз орындалатын жыл болсын. Әрқайсыңыз рахмет.